Нығметолла екеуміз жүрміз. Қоян бұйырама деп. Бүгін аяз 26 градус, желмен 31 градус. Қаңтардың 24-і 2026 жыл. Бұйырғаны болар енді. Шілдіңіз о, шіл көп. Ана жерде отыр. Ана жерден ұшты жаңа. Биыл қоян да шілде көп. Күзеннің ізі, түлкінің ізі, шибөрінің ізі көрінбейді. Қасқыр да көрінбейді. Аяз жақсы. Аяз кәдімгідей. Нығметолла қуғыншы. Бір қоян бұйырды әйтеуір. Қояндар мынаның астынан өтеді. Адам өте алмайды. Қап-қалың. Қоян кетіп бара жатыр. Алыстан қашады, отырды. Кіріп кетті қамысқа. Мына қара ит айы шықты. Ана екеуі отыр, міне. Кәтір біледі. Бері қарай кәтір. Шығарып көріп сөйлем. Шу төртеу. Машина сөндір. Төрт қоян. Біздерге шай бар ма деп сұрайды тұрған. Сонда да қашпайды. Так, мынау деген неше? 40 метр. басым қайын ба? Машина шығып атшы. Қашып кетеді ғой. Машина болмайды ғой туған. Үш қоянды Нығметоллаға айдап бара жатырмын. Төртіншісі былай қарай кетіп қалды. Аяз жер бар. Тоқта деп жатыр маған. Үш қоян айдап апардым. Екеуін әкең алды. Әне жүр. Екі қоян алды, біреуі қашып кетті. Далаға былай қашып кетті. Қос ауыз бұл әкеңде. Бес атар болғанда сол үшеуінде алар ма еді. Міне әкең екі қоянды алды. Нәке, бес атар болса үшеуінде алар ма едің? Қос ауызбен екі қоян алдың, құтты болсын, жарайсың. Ал, орысша спойлем енді. Екеумізге 4 қоян бар, болды, жарайды қосы. Кетейік үйге. Әйтеуір, рақаттанып қалдың ғой, жүріп. Көңіл толды ма? Шай ішкеннің арқасы бәрі. Ва. Шай ішіп отырдық, өздері келді. Ей, Алла ішімін жанай. Шай ішіп отырғанда қояндар өздері келді. Біздерді атындар, біздерді жіберді деп. Қар айғырмен келе жатыр Нәкең. Қарды жарып жүр. Жолсыз. Қар қатты. Осы тойғанмен? Ал рахмет. Бәрі тамаша болды. Күнде чеш. Қояндардың өздері келді. Біз атпайсыңдар ма? Сендер де загоншық аз екен, өзіміз келейік депті. Солай қойын. Иә, солай болды енді. Ал жақсы. Ал жақсы, аман сен жетіп ал, жеткеннен кейін хабар бересің ғой.